Құрметті оқырмандар, Қандыағаш тұрғындары, біз Қандыағаш қаласында кітапханасындамыз. Балалар бөлімінде кітапханасындамыз. Сол балалар бөлімінде кітапхана туралы айтып жіберсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі көрермендер. Бұл біздің ауданымыздағы балалар кітапханасы. Бұл кітапханада кітап қоры ашылады, және де қазақ тілі, орыс тілі, екі тілде жазылған. Бұда көркемдік шығармалар, әдеби шығармалар, тарихи кітаптар, ертегілер бар. Сонымен қатар жас ерекшеліктеріне арналған кітаптар бар. Бұл бізде тек қана кітап беріп қана қоймай, балалардың бос уақытын, тиімді уақытын пайдалану үшін бізде әдеби шаралар, көркемдік шығармалар, поэзия кештері ұйымдастырылады. Сонымен қатар балалар өзін дамыту үшін, өзін үлкен сахнада көрсету үшін әртүрлі шаралар ұйымдастырылады. Кітап алтын қазына демекші, өз уақыттарыңызды тиімді пайдаланып, тиімді өткізгілеріңіз келсе, біздің аудандық балалар кітапханасына келіп кітап оқыңыздар, рухани байыңыздар. Құрметті оқырмандар, қала тұрғындары, келіңіздер, балдарыңызға кітап оқытыңыздар. Қазір телефон бәрі қарайды. Бұл деген адамның психологиясын, көзқарасын өзгертеді, жақсы жағынан. Білімін арттырады, зейінін көтереді. Сол себепті келіңіздер, құрметті оқырмандар. Біз сіздерді күтеміз, құрметті оқырмандар. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, Қандыағаш тұрғындары. Біз Қандыағаш қаласында орталық кітапханасындамыз. Осы кітапхана туралы айтып жіберсеңіз. Қайырлы күн, қала тұрғындары және оқырмандар. Біздің аудандық орталық кітапханамызға қош келдіңіз. Біздің аудандық орталық кітапханамыз сағат 8:30-нан кешкі 6-ға дейін есігі ашық. Мен енді өзімді таныстырып кететін болсам, мен аудандық орталық кітапхана бөлімінің қызмет көрсету бөлімінің меңгерушісімін. Есімім Теребаева Алтын Әлімбайқызы болып келеді. Осы кітапханада біздер келген оқырмандарға қызмет көрсетеміз. Біздің қызмет көрсету бөлімінде әр оқырман келіп, өзінің таңдауын жасап, керек кітаптарын таңдап алып, тегін тіркеле алады. Бұл тегін тіркелу дегеніміз формулярға өзінің жеке құжатымен келіп тіркеліп, кітапты 10 күнге алып, 10 күннен бітіре алмаса 1 айға алып, өзінің кітабын оқып тапсырып келеді. Біздің бөлімімізде шетел әдебиеті, орыс әдебиеті және қазақ әдебиеті бар. Біздің қазақ әдебиетіне өте сұраныс көп. Жаңа соңғы уақытта бізде жаңа кітаптар көп келуде. Жаңа өзіңізге таныстырып көрсетіп кеткендей, жаңа кітаптар бөлімі сұранысқа ие, оқырмандар көп келеді. Біздер жалпы Қандыағаш тұрғындарын, қонақтарды кітап оқуға шақырамыз. Кітап оқып, рухани бай болыңыздар. Келіңіздер, біз әр уақытта жұмыс орындамыз. Кешкі 6-ға дейін жұмыс орында отырамыз. Құрметті оқырмандар, келіңіздер, есік ашық, білімдеріңізді көтеріңіздер, зейіндеріңізді ашыңыздар. Видеоның соңында үзінділерін салатын боламын, кітаптар түрлерін, және де адресін салатын, мекен жайын салатын боламын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жақсы күндерде кездескенше. Кітаптардың әртүрлі әдеби түрде кітаптар бар, өте керемет, келіп оқып. Таңдалған Бақыт Тәжібаев облыстық оқу бөлімінде, содан кейінгі бір кітап бойынша выставкамыз. Бұлар енді кітап көрмесі жылда жаңарып отырады, дәстүрге байланысты. Міне біздің қара Абай, жазушы Абай атамыздың выставкасы. Содан кейінгі бізде тіл туралы выставка. Құрметті оқырмандар, Қандыағаштағы кітапхана келіп, кітап оқыңыздар, зейіндеріңізді ашыңыздар, білімдеріңізді көтеруге өте керемет жер. Құрметті оқырмандар, адресіміз Жастық мөлтек ауданы 10А, базар жақ қарасаңыздар, осы Жастық. Міне осы жерден кіресіздер. Келіңіздер, кітап оқуларыңызға шақырамын.